16 үйдің тұрғыны Сүлеймен Айнұр есімім. Осы кәсіпті бастағалы 3 жыл болды. 3 жылдан бері біз қазір енді біраз жетістіктерге жеттік. Аллаға шүкір. Мына қазіргі біздің тігетін өніміміз дастархан. Әйел адамдар жалпы әдемілікке құмар ғой. Дастархан кез келген үйдің сәнін береді. Одан дастарханнан бөлек жаңа жапқыштар тігеміз, сосын жалюзилар тігеміз. Жалюзилар өте қолжетімді бағада бізде. Өзіміз цех үйден жасайтын болғандықтан біз алып сатарман болмаймыз. Яғни халыққа өте жаңағы тиімді, сосын қалтасы көтерерліктей товарды ұсынамыз. Әр ұлттың өзінің дастарханы бар. Ұйғырлардікі, өзбектердікі, біздің қазақтың мысалы нақшы көп жерде жарияланбаған, яғни кезінде ата-бабаларымыз дастархан жаймаған ғой. Дастархан қазіргі заманмен айтқанда эко-кожа не деген болмаған ол кездер шүберек. Яғни шүберекке күшті бір ою басылған, сосын жиегіне жаңағы жиектеліп шашақталған сондай дастархандар кезінде жаңағы қазіргі тілмен модада дейміз, яғни сол кездердің заманауи өзінің жаңағы үлгісінде тігілген дастархандар жайлы мен айтқым келіп отыр. Менің осы кәсіпті бастағандағы мақсатым біздің қазақтың салт дәстүрі қалып бара жатыр. Салт дәстүрдің ішінде яғни осы қолға алатын матадан жасалған дүниелер, қолөнер, яғни соның бәрін біз жарыққа шығаруымыз керек деп ойлаймын. Бұл үшін біз өзіміздің салт дәстүрімізді жеткізбесек, дәріптеп келесі өзімізден кейінгі ұрпаққа келешек жастарға үйретпесек, осы біздің салт дәстүріміз қалып келе береді. Сол себепті осы дастарханның түп негізі үлгілерінің бәрін мен жарыққа шығарғым келіп отыр. Мен осы алдағы уақытта декор студиясын ашқым келіп отыр. Қазір таңда жұмыс жасап жатырмын әрине, бірақ үлкен салон декор студиясы ретінде ашып, халық келіп көрсе, бірінші көрме ретінде көріп көрсетемін, қойып көрсетемін. Содан кейін тұтынысқа енгіземін. Яғни қолжетімді бағада халық өз қалауына, үйіне сән беріп, әдемілікке құмар, мысалға біздің әйел заты үйлерінің жаңағы әдемілі болуы, дастарханның құлпыруы осы дастарханға байланысты тікелей. Соған байланысты біз декор студиясын ашып, әрі қарай кәсібімізді дамытқымыз келіп отыр. Қазалыдан тұрғын халықтарына, яғни өзім сияқты қыз келіншектерге біздің хабарландыруымыз бар. Жаңа жыл айына деп тапсырыс берулеріңіз келсе, біздің скатерти жалюзи қазалы инстаграм парақшамыздан қарап, сол жерден қандай ұнаған дастархан үлгілері болса, соған заказ берсеңіз, сіздерге подарка ретінде, сыйлық ретінде бір подтарелник, 2 подтарелникке дейін жасалынып, қолөнермен тегін беріледі. Сосын жерде біздің жоқ мен барып келіп көрейінші десеңіздер, онда біздің адресіміз, мекен жайымыз Қазалы ауданы, Әйтеке би кенті, Сүлеймен 16 үй.